Мен Тұрдалы Дамелі Лескен қызы. Павлодар қаласы Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебі қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Неліктен мен бұл пәнді таңдадым? Оқушыларға қазақтың ұлы ақыны Абайдың, заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтардың, сұлу сөздің иесі Сәкен мен Мағжанның тілі, қазақ тілін оқушы бойына сіңіру, руханиятымызбен сусындату, жалпы айналамды қазақша сөйлету басты мақсатым. Осы мақсат жолында 2020 жылы өзім армандаған оқу орны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін үздік аяқтадым. 2022 жылы Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетін тәмамдап, педагогика ғылымдарының магистрі атандым. Қызықшылығы мен қиындығы қатар жүретін ұстаздық жолына алғаш қадамды 2023 жылы қыркүйек айында бастадым. Болашақ гимназия болатын Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта білім беретін мектептен еңбек жолымды бастауым мен үшін үлкен мәртебе. Қазір мектептің білімді де білікті ұстаздарынан тәлім алып, әдістемелік тұрғыдан түрлі әдістерді меңгеріп, қабілеттерімді жан-жақты шыңдап келемін. Осы жолда дамуыма ұстазым Зухра Қырықбаевна мен тәлімгерім Қарлыға Сериковнаның үлесі зор. Оқушылармен бірлескен педагогикалық әрекеттерді іске асыруда оқушылардың жас ерекшелігіне қарай түрлі педагогикалық технологияларды қолданып келемін. Атап айтқанда, АКТ құралдарын қолдануда Word-Wall, Лидергейм, Padlet, Quizlet платформалары, сондай-ақ Тарсия, Банкомат, Кинолента сияқты ойын түріндегі әдістерді қолданамын. Оқушылар кинолента әдісі арқылы көркем шығармадағы оқиғалар желісін ретімен құрастырады және әр суретті шығарма эпизодтары арқылы сөйлетеді. Мұндай әдіс оқушылардың әдеби шығарманы есте сақтауына, бейнелі түсінікпен қатар ұғымын қалыптастыруға, абстрактілі байланыстарды түсінуіне пайдасы зор. Мұғалімдік қызметімдегі 7 ай ішінде жеткен жетістіктерім де баршылық. Қазан айында өткен Сұлтан Махмұд Торайғыров оқуларына 4 кезең бойынша бақ сынасып, жүлделі 1-ші орынды. Ақпан айында өткен Абай оқуларына шәкіртім Айгерім Хасанова ақындық бағыты бойынша қатысып, жүлделі 3-ші орынды иелендік. Жалпы өмірлік ұстанымым адал жүріп, адал тұру. Бос уақытымда домбыра шерткенді, ақыл ойдың ойыны шахмат ойнағанды, күнделік жазғанды ұнатамын. Балаларға білім беруде байқаған олқылықтар: оқушылардың сөздік қорының аздығы, кітап оқымауы, телефонға көп уақытын жоғалтуы, тағы басқа мәселелерге байланысты телефонсыз бір күн, бір сынып, бір кітап акцияларын қолға алдым. Жаңашыл ұстаз болғандықтан заман талабына сай шет ел тілдерін де меңгеріп келемін. Алдағы жылы докторантураға түсіп, білімімді ары қарай жетілдіру, ғылым жолында өзімді шыңдау басты жоспарым. Перспективалық жоспарға сәйкес қазақ тілі мен әдебиетін оқытуды, аудио-визуалды дағдыға негізделген қызықты анимациялық фильмдер дайындауды, алғашқы жылы веб-платформаларда жұмыс жасап үйрену, 2-ші жылы зерттеу, қолдану, 3-ші жылы нәтижесін көру жоспары бар. Бала жүрегі кішкентай күйсандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кез сол кілт тұру керек деп Мұхтар Шаханов айтқандай, әр баланың жүрегіне жол табу, бала бойындағы дарынды ашу басты міндетім деп білемін. Ұстаз болу тұнық ой мен жүректің таңдауы, ал құрметке бөленген ұстаз болу бұл шәкірттің таңдауы.